Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге ірімшіктен жасалған чизкейк дайындайтын боламыз. Дәмі деген өте дәмді және ерекше болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Енді ол үшін бізде қажетті заттар: сгущенка, ерітілген маргарин, 2 дана жұмыртқа, үгітілген печенье және де ірімшік. Ең алдымен біз ерітілген маргаринімізді печеньемен бірге араластырып аламыз. Печеньемізді араластырып болғаннан кейін маргаринмен өзіңіздің кез келген формаңыздың астына фольганы орап, болмаса мен сияқты кальцевой формаға салып жайып шығасыздар. Осылай мінекей қаспен бастырып, үстін бір тегіс болғанша жайып шығасыздар. Енді осы печеньені духовкаға 10 минутқа қойып аламыз. Енді начинкасына келсек, ірімшіктің үстіне 2 дана жұмыртқаны жарып аламыз. Сгущенкамызды құямыз. Мұнда менде творог қыздар 300 грамм және сгущенкада 300 граммдай бірге бір саласыздар. Егер сізде көптеу дайындаймын десеңіздер, массасын 2 есе қылып дайындасаңыздар болады. Және мына салған қоспаларын барлығын біріктіріп араластырып аламыз қасықпен алдымен. Және массамыз біркелкі болып шығу үшін түйіршіксіз блендермен, погруженный блендермен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Мінекей массамыз сәл сұйықтау болып шығады осындай түрде. Енді осыны дайын болған печеньенің үстіне құямыз. Мінекей, енді біз бағана печеньенің үстіне тағы да форма салдық. Осы екінші форманың ішіне біз су құямыз. Жаңа фольгамен ораған себебіміз, бұл фольга бізді суды өткізбейді. Пештің тек қана астыңғы жағын қосамыз. 180 градуста 45 минутта пісіріп аламыз. Мінекей чизкейкіміз дайын. Дәмі өте ерекше болып шығады. Әрі жұмсақ, әрі дәмді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай және қолжетімді деуге болады. Ал енді астарыңыз дәмді болсын. Сау саламатта болайық.